Assalomualaikum bog'lar, qaldan qalay? Ko'p bo'ldi video yozmag'ali. Kanalga tіркелеміз, лайк басамыз, қазақша контентті көтереміз. Кеттік. Қазақтар жыртады ғой әрдайым. Кейінгі уақытта жалғыз өзім ойнайтын болғам. Командасыз, жалғыз өзім. Сол дұрыс деп ойлаймын, өйткені ана команда болса, командамен жүру керек деген сияқты. Жүресің. Өзі бөгін құтқарам деп өзің өліп кетесің, сол себеп. Ойлаймын. Бір өзің ойнайсың, еще анандай қылып. Шеттен бастаймын да мен. Человек болып қояққа, өй. Ең дұрыс сол ма деп ойлаймын, кәдімгі. Жалғыз өзім шеттен қырып. Қолымнан келгенше ұтып жатырмын. Топ 10-да, топ 5-ліктерде жүрмін. Каналға тіркелеміз, достар, алып кеттік. Барынша ұтуға тырысамыз. Деді қазақтарда болса да емеспіз. Call of Duty'ді Қазақстанда ойнайтындар көп. Бірақ YouTube арнасында Call of Duty'ді көрмедім әлі. Себепті мен алғашқы мұнда деп ойлаймын. Call of Duty жазып жатқан. Себепті каналға тіркелеміз, бауырлар жазып кетеміз. Егер сұраныс көбейіп жатса, күнде ойнайтын боламын. Себепті алып кеттік. Черный рынокқа секірейік. Кейбір кезде бір осылай қатты ойнап келе жатасың. Или енді өйтіп секірген кезіңде асып тастайды ғой. Бәрін жинап болған кезіңде өліп қалып масқара боласың. Кейбір кезде сондай бір қызықтар болады. Төбеде атыс отыр ғой біреулер. Использовать тяжелые боеприпасы. Алып алайық. Біреу келді. Опа. Бауырым. Күтпеген жерден шығып қалдым ба мен? Байқамай қалды ба? Достарың келеді шығар қазір. Жабылатындар бар ғой, бір атқан кезде атып атсаң, екінші жағынан екеуі шығып қалады ғой. Қайсысын атарын білмей қаласың, екеуі жалып кетеді, не істейсің басқа? Екі жақтан оқ жаудырып атса. Естественно, сені қотып тастайды ғой, былай да былай. Опа, біреу. Шпана. Жүгіріп қашып кетті ғой. Крижара шоғалыз. Шығамай қалды оны. Өт болды ғой. Бұл жақтан жағамыз. Лестница бар екен ғой. Смотрись. Біреу жүрмін да. Көріп қалдым, төбеден секіріпті. Гранат атып қойыпты. Шошты.
Опа. Ох, ё-моё. Не кылдым мен? Өз-өзүмө өлүп калдым. Ё-моё. Жарайт анда да топ 10-га кирдик кой. Барлар ошо менен тамамдайм. Бүгүнчө да кол жүрмөйсүздөр. Каналга тиркелебиз, казакча контент көтөрөбүз, баарына жакшы.